Чемпиондар лигасын жеңіп алуға мүмкіндігі жоғары топ 5 клуб. Бірінші орында Арсенал. Бірақ Арсеналдың қазіргі жағдайы кішкене күмәнді, өйткені біраз ойыншысы жарақатта жатыр, травма алып қалған. Енді ол Лига чемпионовтың ойындары басталам дегенше олар орала ма, оралмай ма, оны білмейміз. Егер олар оралмаса, біз үшін, Барселона үшін, Атлетико Мадрид үшін ол үлкен мүмкіндік еді. Егер кім өтеді, сол үшін үлкен мүмкіндік Арсеналды өтіп кетуге. Ал егер толық құрам оралатын болса, енді Арсенал енді фаворит, ол финалға дейін жетіп қалуы мүмкін. Екінші орында Бавария. Бавария Реалға қарсы ойнайды, Реал Мадридке қарсы, және олардың қақпашылары жарақат алып кетіп қалған болатын. Ал Реалға қарсы матчта ол Мануэль Нойер оралады екен. Бірақ енді білмеймін, айта алмаймын, Реалдың аты ол Реал, ол Лига чемпионовты қаншама рет жеңіп алды, олар үйреніп қалды. Ал Бавария екеуінің шансы менің ойымша 50-50. Мен білмедім. Үшінші орында Барселона. Менің сүйікті клубым, мен үшін ең бірінші клуб, басқалар үшін білмеймін қалай екенін. Қазіргі құрамға қарайтын болсақ, біздің шансымыз Атлетико Мадридке қарсы, егер оны өтіп атсақ, Арсеналға қарсы өте төмен. Бірден мойындай салайын, өйткені біздің Рафиня деген бір прессинг жасайтын бірақ ойыншымыз бар еді, оның өзі травмаға кетіп қалды. Ал Решфорд ол Рафиня сияқты ойнай алмайды, оны бәріміз білеміз, бірақ ойнап кетуі де ғажап емес. Бірақ финалға жетеміз ау деген үміт кішкене азырақ. Атлетико Мадридтің өткені қорғанысын білесіздер, олардан өту оңай емес. Олардан өткен күннің өзінде ар жағында Арсенал, мен бармын ғой деп тұр ғой. Сондықтан да шанс почти жоқ. Бірақ үміттенеміз финалға шығып кетсе екен деп. Төртінші орында ПСЖ деген клуб, оны білесіздер. Алдыңғы жылы қалай ойнады олар? Кәдімгідей Хвича деген бар, Дуэ деген бар, Дембеле деген жігіттер кәдімгідей жарып жіберген болатын. Требл алды, Лига чемпионовты алды. Енді биыл білмедім енді. Бавария, Реал қайсысы түседі? Ливерпульдан өте алады деп өз басым ойлаймын. Ливерпульдан өтсе, Реал немесе Бавария екеуісінің ұтқанымен ойнайды. Бірақ мен Реалды ұта алады деп ойламаймын. Реал өйткені Лига чемпионовтың кәдімгідей атасы десек те болады. Оны енді бәріміз білеміз, бәріміз мойындаймыз. Ал 5-ші орында Реал Мадрид тұр. Реал Мадрид ол жаңа ғана айтқандай Лига чемпионовтың атасы. Ол Лига чемпионовты ұтып үйреніп қалды. Және қазір бірақ